Баршаңызға ассалаумағалейкум, алтын оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Күннен күнге подписчиктерім қосылып, шүкір Аллаға, 1-2 подписчик қосылса да қуанамын. Сіздер маған шабыт бересіздер. Бүгін бізде булканан дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, дрожжи, қант, тұз, сонымен қатар жылы су, сұйық май қажет болады. Қажетті құрамның бәрін описанияға жазамын, сол жерден қарап жасаңыздар. Онда міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Жылы суымызға дрожжиларымызды салып, осылай жақсылап қант тұзы ерігенше араластырамыз. Оның үстіне 4-5 қасық ұнымызды салып, тағы араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз жылы жерге. Яғни бұл бізде апара дайындау әдісі. Енді бізде 10 минут тұрды, қарап тұрғандарыңыздай суымыз қоюланды. Осы суды алып, оның бетіне құйып, жақсылап тұрып, ерінбей 5-7 минуттай қамыр илейтін боламыз. Қамырды барынша жаңағы июі қанғанға дейін илеңіздер, сонда қамырларыңыз жақсы көтерілетін болады. Нан да жақсы көтеріліп піседі. Осылай оның бәрін жоқ болғанша қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымыздың шетін тазалап отырамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Осылай 50 грамм сұйық майымызды құйып, майымыз қамырға жаңағы сіңіп, жоқ болғанға дейін тағы да қамырды илейтін боламыз. Комментарийға видеоларым ұнаса, қолдау білдіріп жазып отырыңыздар. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Осылай илеп болғаннан кейін бетін жауып, жарты сағатқа, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Бізде қамыр көтерілгеннен кейін формамызға саламыз да, тағы да 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз осылай формамыздың бетіне дейін көтерілуі мүмкін, яғни көтеріледі. Енді бөлек кесеге су құйып, аз ғана оның үстіне 1 ас қасық майымызды құйып, жақсылап араластырып, қамырымыздың бетіне жағатын боламыз. Бұл біздің жаңағы нанымыздың беті қып-қызы болып, жалтырап пісіп тұрғанына өзінің әсемдігін береді. Сол үшін міндетті түрде осылай жағыңыздар. 240 градуста 40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әрқалай, сондықтан қарап отырыңыздар. Мінекей бізде пісіп шықты, екеуі де жеп-жеңіл, ортасы да піскен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеода қателіктер кетіп жатса ренжімеңіздер. Осылай өте дәмді нанды сіздер де жасап көріңіздер. Жұп-жұмсақ сары маймен шаймен ішкенге өте дәмді ас болсын.